Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге арест шешу бойынша толыққанды түсіндіріп өтейін. Арест қандай жағдайда қойылады? Сіз егер кредит алып, немесе басқада салық басқармасында болсын, қарызыңыз болса, уақытылы төлемеген болсаңыз, отчеттарын тапсырмасаңыз, немесе кредитіңіздің мерзімі өтіп, просрочкаға өтіп, сіз төлемеген жағдайда сізді банк не істейді? Яғни жеке сот орындаушыларына өткізіп тастайды, немесе сотқа өткізеді. Бұл жағдайда екі түрлі варианты бар. Сотқа өткен жағдайда не істеу керек, немесе жеке сот орындаушыларына өткен жағдайда не істеу керек дейді. Исполнительный надпись пайдаланыламыз бұл кезде. Яғни сіздер сотқа өткен жағдайда сіздер сотқа жүгінетін боласыздар. Өздеріңіздің өтініштеріңізді жазып жүгінетін боласыздар. Сіздер сотқа немесе жеке сот орындаушысына, нотариальный палатаға өткен жағдайда қайдан көре аласыздар? Айсов осы adlet.gov.kz деген сайт бар. Осы жерде сіз ЖСН-іңізді енгізіп, найти батырмасын басасыз. Менде, яғни ешқандай ондай арест жоқ. Ал егер арест бар болған жағдайда сізде астында должник деп шығып тұрады. Аты жөні, кімге өткен, сотқа өткен ба, сот орындаушына өткен ба, нотариальный палатаға өткен ба, барлық данныйлар тұрады. Соған қарай сіздер әрекет жасайтын боласыздар. Сотқа өту бойынша мен сіздерге түсіндіріп өттім. Ал егерде жеке сот орындаушына, нотариальный палатаға өткен жағдайда сіздер не істейсіздер? Сіздер өздеріңіз өтінім жазасыздар. Сөйтіп, исполнительный надпистеріңізді алып, нотариальный палатаға, нотариусқа сіздер өздеріңіздің қарсылықтарыңызды жіберетін боласыздар. Нотариус об отмене өзі қағазын жібереді сіздерге. Ол қағазы сіздер жеке сот орындаушына өткізесіздер. Барлығы 1 күн мен 3 күн, кейде 5 күнде шешіліп жатады аресттер қаралуына байланысты. Көп жағдайда 1 күнде шешіліп жатады. Сізден нотариустен алған отмене туралы надписті сіздер сот орындаушына өткеннен кейін 1 күннің ішінде жеке сот орындаушылары сіздің арестіңізді шешіп беретін болады. Менің ақпаратым сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналымда мемлекеттік гранттар бойынша бизнес жоспар әзірлеу, сертификат алу, кредиттер бойынша бизнес пландар, сүйемелдеу жұмыстары барлығын көре аласыздар. Сонымен қатар арест шешу бойынша қызмет керек болса, мен өзімнің WhatsApp нөмірімді төменге описание бөліміне қалдырып кетемін. Көмек қажет болса, жүгінсеңіздер болады. Кеңес алсаңыздар болады. Шоттарыңызды ашып, жақсы өмір сүріп, болашаққа жарқын қадамдарды басуға тілектеспін. Баршаңызға сәттілік тілеймін.